Саламатсыздар ма, оқушылар, отырыңыздар. Сабақта Жұмабек Жаслан, Жадыратжанда Махаббатжоқ алып жасайды. Жақсы, себепті, я? Отырыңыздар. Так, балалар, бүгінгі сабақ ақпараттық компьютерлік өңдеу сабағы. Ақпараттық компьютерлік өңдеу сабағынан біз алдыңғы сабақта, өткен сабақта макромайн қолданбалы бағдарламасында қалай жоба құрастыру керек, сонымен қатар қалай нүктені құрастыру керек, соны өткен болатынбыз. Бүгінгі жаңа сабақта біз макромайн қолданбалы бағдарламасындағы нүктелердегі қалай координаталарды шығару керек, сонымен қатар олармен қалай жұмыс жасау керек, соны үйренетін боламыз. Оны бастамас бұрын мен бір-екі сұрақ қойғым деп отыр, яғни еске түсіріп алайық. Мұнда балалар отырды уже, қазір сіздер ауысатын боласыздар, яғни сабақ өтсенше бұнда жұмыс жасайтын боламыз. Енді менің сұрағым, макромайн қолданбалы бағдарламасының жалпы сіздердің маркшейдер деген мамандыққа қандай қатысы бар және қандай байланысы бар? Кім айтады кәні? Кәнікі? Кәні кім айтады? Сабыр айта ғой. Макромайн бағдарламасын біз маркшейдерлік жұмыстарды өңдеу барысында қолданамыз. Яғни нүкте салу, түсіріс жұмыстары кезіндегі алынған план, график, разъездерді жасау үшін қолданамыз. Өте дұрыс, рахмет. Яғни макромайн қолданбалы бағдарламасының біздің мамандыққа қатысы және байланысын білдік. Енді макромайн қолданбалы бағдарламасында белгілі бір жұмыс істеу үшін жоба құрастыру керекпіз. Жоба дегеніміз не және оны қалай құрастырамыз? Кім айтады? Кәнеки, Арнұр айта ғой. Макромайн қолданбалы бағдарламасы арқылы ең бірінші біз өндіру жұмыстарын құрастырамыз. Және де біз түсіріс жұмыстарын сол макромайн бағдарламасы арқылы өндіреміз. Макромайн бағдарламасы арқылы біз каркас және де стринг сызықтарын жүргіземіз. Және де макромайн бағдарламасы арқылы біз кеннің көлемін анықтаймыз. Осылардың барлығы жаңағы жобада не істейді? Сақталады. Өте дұрыс айттың, Арнұр отыра ғой. Келесі сұрақ, енді біз макромайн бағдарламасында жоба құрастырып алып, одан кейін біз белгілі бір командалар арқылы жұмыс жасау керекпіз. Мысалы, біз алдыңғы сабақта нүктені қалай құрастыру керек, соны айтқан болатынбыз. Кәні кім айтады? Нүктені қалай құрастырамыз, қалай түсін ауыстырамыз, кәні? Кәні, балалар? Дәрия айта ғой. Макромайн бағдарламасы арқылы нүктелерді біз визекс жұмыс орнына салып, X, Y координаталарын көруді және де олардың түстерін өзгертуді үйренген болатынбыз. Үйренгендер, иә. Қандай команда арқылы? Жауап кісі болу. Отыра ғой. Макромайн бағдарламасында біз макромайн бағдарламасында жылдам командаларды былай қолданамыз. E әріпімен біз стрингті жалғастырамыз, N әріпімен жаңа нүкте құрамыз, сосын F әріпімен нүктені қоямыз, сосын O әріпімен стрингті аударамыз. Яғни осы командалар арқылы біз жұмысты жүргіземіз. Отыра ғой, өте дұрыс. Балалар, сіздер яғни бұл макромайн қолданбалы бағдарламасында нүктені қалай құру керек, жобаны қалай сақтау керек, оның барлығын түсініпсіздер. Сіздерге сұрақ қою арқылы оны біле алдым. Енді бүгінгі тақырыпты жазып қоюларыңызды өтінемін. Яғни макромайн қолданбалы бағдарламасында нүктелерді өңдеу. Макромайн қолданбалы бағдарламасында нүктелерді өңдеу. Жаза қойыңыздар. Жаза алсаңыздар. Арғарай қараңыздар. Макромайн қолданбалы бағдарламасында, яғни нүктелерді өңдеуді біз қалай жүргіземіз? Сіздер уже білесіздер, нүктелерді қалай қою керек? Бір нүктені біз қалай қоятынымызды, сіздер оның командасын өте жақсы білесіздер. Енді қараңыздар. Бір нүктені қойып аласыздар. Бір нүктені қойып алғаннан кейін әрі қарай біз осы нүктені көшіру керекпіз. Яғни
тура осы бағытта 2 нүкте болмаса 3 нүкте көшіре аламыз. Қазір мен сіздерге соларды қалай, яғни қандай командалар орындау керегін көрсетемін. Сонымен қатар оны жанына ғана емес, 90 градуста ғана емес, сіздер 180 градуста, 270 градуста және 360 градуста орындай аласыздар. Оны қандай командамен біз орындаймыз? Әуелі мұнда VizX терезесін қараңыздар. Бізде VizX терезесінде қосымша терезе бар, я? Осы қосымша терезені басасыздар. Қосымша терезені басқаннан кейін без имени, яғни атаусыз точка деп тұр. Сіздер соны бірінші сақтайсыздар. Оны қалай сақтайтынымызды сіздер өте жақсы білесіздер, я? Оң жағын басқаннан кейін сохранить как, яғни қалай сақтау керек деп тұр, я? Осыны басасыздар. Басқаннан кейін мына жерге имя файла, яғни файлдың атауы. Осы жерге не істейсіздер? Өздеріңізге керекті, яғни нүктенің атын жазасыздар. Мүмкін ол бізде 15-ші нүкте болуы мүмкін, я? Или 20-ші нүкте болуы мүмкін. Солай ғой? Оны окей, яғни растау арқылы сақтайсыздар. Сақтағаннан кейін бұл жерде сіздерде без имени, мына жерде атауы бар dart деген команда шығады. Бұның енді бізге жобамызда сақталу үшін қайтадан оң жағын басып, қане кім айтады? Не нәрсесін сақтаймыз? Қане кім айтады? Сохранить формука, яғни пішінін қалай сақтаймыз, я? Бұны басып, окей, яғни растауды басқан уақытта сіздердің нүктелеріңіз жобада қалай сақталады? Толықтай сақталады. Солай ғой? Осы команданы бірінші міндетті түрде орындап аламыз. Одан кейін әрі қарай қараңыздар. Әрі қарай мынау салып алған нүктемізді белгілейсіздер. Оң жақты басасыздар. Жақсылап тыңдап отырыңыздар. Так, қазір. Яғни нүктені белгілейсіздер, оң жағын басасыздар. Оң жағын басқанда копировать деп тұр, яғни переместить точки деп тұр, яғни көшіру және нүктелердің орын ауыстыру деп тұр, я? Бір жерден екінші жерге көшіру деп тұр. Осы команданы басасыздар. Так, басасыздар, басқаннан кейін сіздерде мына тұрған терезе шығады. Бұл терезеде азимут дегенді белгілейсіздер. Азимут дегенді белгілегеннен кейін бір жақ жанына қарай нүктені қою үшін дедім, я? Мұнда қандай градус, яғни қандай градусты сақтау керекпіз? Біз ширекті еске түсіру. 90 градус, өте дұрыс айтасыздар. 90 градусты сақтайсыздар. Яғни расстояние, ара қашықтық деген жерге нүктелердің ара қашықтығын көрсету керекпіз. Оған бір кез келген, яғни өздеріңізге керекті ара қашықтықты алуға болады. Біз мысалы бірді алып қойайық. Одан кейін дублировать, яғни көшіру. Оны не істеу керек? Екінші жерге көшіру үшін мұнда мысалы мен 3 деген санды жаздым. 3 нүктені көшіремін. Сонда окей, яғни растауды басасыздар. Және мына тұрған нүктеңіздің масштабын сәл жақындатасыз. Сол уақытта сізде қарасаңыздар, мына тұрған бір нүкте бірнеше нүкте болып көшірілді. Түсінікті ма? Енді балалар, сіздер дәптерлеріңізге жазып алыңыздар осы командан. Қазір компьютерге отырып орындау барысында керек болады. Солай ма? Так, әуелі қайталап айтамын. Әуелі нүктені қойып аласыздар. Оң жақ батырмамен басасыздар. Одан кейін копировать, дублировать, яғни көшіру. Соны жазасыздар, соны басасыздар, көшіруді. Сол көшіру арқылы азимут
стрелкамен жазыңыздар, иә? Азимутқа 90 градусты жазасыздар. Дублировать дегенге 3 рет болмаса 2 рет деп жазасыздар. Окейді басасыздар. Сонда сіздерде нүктелеріңіз көшіріліп шықты. Солай ғой? Одан кейін кеттік. Келесі, мына барлық нүктелерді белгілеп алып, оң жағын басып, жаңағы команда көшіруді таңдап, 90 емес, бұл жерде уже 180 градус болады, иә? Дублировать дегенде, яғни көшіру 3-ті бассаңыз, и окейді бассаңыз, міне қараңыз, сіздерде барлық нүктелеріңіз, яғни шаршы ретінде шығарып берді. Солай ма? Солай, иә? Енді балалар, бұл бізде нүктелерді көшіру командасы. Енді бұларды біз не істей аламыз сонымен қатар? Бұлардың біз, яғни түстерін ауыстыра аламыз. Яғни свойствоға кірсеңіздер, свойствоны таңдап, оның ішінде точки, яғни нүкте, цвет по умолчанию, яғни түсі, одан кейін кез келген қанық түсті таңдай отырып, біз осы нүктелердің түсін істей аламыз, өзгерте аламыз. Мінекей, түстері өзгеріп шықты. Сонымен қатар осы свойствоны басу арқылы біз масштабты да не істей аламыз? Өзгерте аламыз. Яғни нүктеміз не істейді? Масштаб бойынша өзгереді. Қараңыздар, нүктелеріңізді үлкейте аласыздар. Сіздерге не істеу керек ол? Көрініп тұру керек. Солай ма? Мұны қараңыздар. Енді балалар, бұны біз тәжірибеде қолдануымыз керек. Мұны бізде балаларды отырғыздық. Бұл жерде сіздер уже істеп жатырсыздар, жұмыс жасап жатсыздар. Қанекей Дәулет, сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Мына тұрған жаңағы нүктелеріңіздің шаршы түрде сіз қалай шығардыңыз? Қысқаша түрде түсіндіріп кетіңізші. Алдымен біз точканы қойып аламыз. Мысалы, біз өз жасалып болған, басын ұстап көрсетеміз. Ол үшін стрингіға кіреміз, правка, новые точканы қоямыз. Точканы қойғаннан кейін үстінен басамыз. Он жақта копировать и переместитті басып, азимутты 90 градус қоямыз. Расстояние 1. Сол кезде бізде жанына қарай 4 точка олышады. Өте жақсы, Дәулет. Ары қаратай Аружаннан сұрайық. Аружан, жұмыс істеу барысында осы шаршы ретінде 90 градуста айттық, иә? Шаршы ретінде шығару үшін не істейсіздер қарай? Шаршы ретінде шығару үшін барлық нүктелерді қою үшін біз ең алдымен жаңағы үстіндегі нүктені аламыз. Сосын копировать еткенде 180-ге қойып, жаңағы нүктелер астына қарай түседі. Иә, өте жақсы. Шаршы. Иә, сенде шаршы шықты, иә. Думан, түсін қалай өзгертеміз? Кәні балалардың точкаға кіресіз, точкаға цветная кодировка деген кіресіз. Сол жақта цвет по умолчанию болады, сол жақта таңдайсыз. Цвет өзгереді. Яғни сізге қанық түс осы жерден көрінеді, иә? Өте жақсы. Бұл бізде қандай жұмыс? Бұл бізде қандай жұмыс? Яғни нүктелерді өңдеу жұмысы. Солай ғой? Қанекей, Дәулет, орын ауыстырайық. Қайсымыз отырып орын ауыстырамыз? Жібек, иә? Келе ғой. Мұна нүктенің барлығын алып тастап, жаңадан жоба құрастырыңыз. Сіздер жазып алдыңыздар ғой, иә? Жазып алсаңыздар, қазір кезекпен кезек барлығымыз жұмыс жасайтын боламыз. Өте жақсы. Новый проект жайлы. Жаңа проект жасап беріңіз.
бізде жаңа проект ашылды, иә? Жақсы. Енді жаңа проект ашқан кезде бізде бағдарлама жабылады, иә?